Техногаз арнасы. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз 100 000 теңгеге дейінгі аралықта топ 5 смартфон. Олар Vivo V17, Oppo A9, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A50, Xiaomi Redmi Note 8. Біз олардың 5 тарапы бойынша салыстыратын боламыз. 1. Аккумулятор, 2. процессор, 3. сыртқы материалы, 4. камера, 5. операционная система. Бірінші, аккумулятор. Телефон сатып алған кезінде ең маңызды рөлдердің бірін аккумулятор ойнайды. Аккумулятор қаншалықты үлкен болса, сіз соншалықты көп пайдалана аласыз. Не деп айттыңдар жаңа екеуің? Ұмытып қалдым мен. Сонымен, аккумулятор бойынша салыстыратын болсақ, 4-ші орында Huawei P30 Lite өзінің 3340 мАч аккумулятормен. 3-ші орында 1-2 смартфон иелеп отыр. Олар Samsung Galaxy A50 және Xiaomi Redmi Note 8 өздерінің 4000 мАч аккумулятормен. 2-ші орында Vivo V17 Neo, оның аккумуляторы 4500 мАч. Сонымен лидер ретінде 1-ші орында Oppo A9 өзінің 5000 мАч аккумуляторымен. 2-ші процессор. Әрине 100 000 теңгеге дейінгі аралықта мықты процессормен телефон таба алмайсыз. Бірақ та өзінің бағасына жараса орташа деңгейде процессорлар орнатылған. Процессор жағынан салыстырсақ, 4-ші орында Vivo V17 Neo өзінің MediaTek Helio P65 процессорымен. Процессор жағынан 3-ші орында Huawei P30 Lite өзінің Silicon Kirin 710 процессорымен. Ал 2-ші орында Samsung Galaxy A50 өзінің фирменный Exynos 9610 процессорымен. Ал бүгінгі топтың 1-ші орнында Oppo A9 және Xiaomi Redmi Note 8 өздерінің Qualcomm Snapdragon 665 процессорымен. 3-ші сыртқы материалдары. 5 телефонда бюджетный сегментке жатқанымен барлығы да жақсы материалдармен қапталған. 4-ші камерасы. Камерасы рет-ретімен экранда көрсетіліп тұрғандай. 5-ші 5 смартфонда операционный системасы Android. Қорыта келе, біз қолдан келгенше сіздерге барлық телефондарды таныстырып кеттік. Таңдау өздеріңізде. Қайсы телефон аған болса, комментарийде қалдырып кетіңіздер. Сіздерден лайк және подписка, біздерден ештеңе. Ендеше арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.